Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау шеңберінде қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларына қатысты жұмыс тәсілдерін жетілдіруде. Аналитикалық құралдарды кеңінен қолдану арқылы жазалаушы постфакторлық әдістен профилактикалық әдіске көшу жүзеге асырылды. Қолданыстағы қылмыстық заңнамаға қаржы пирамидаларын жарнамалаған үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді. Қаржы пирамидаларынан қызметін жарнамалайтын сайттарды бұғаттаудың егжей-тегжейлі тетігі әзірленді. Қабылданған шаралардың арқасында 3000-нан астам осындай сайттар бұғаттауға жіберілді. Биыл барлығы 28 қаржы пирамидасын ұйымдастырушыларға қатысты қылмыстық кодекстің 217 бабы бойынша 33 қылмыстық іс тіркелген. Сот 7 қылмыстық істі қарады, олар бойынша 11 адам сотталды. Оның ішінде біреуі шет мемлекеттің азаматына қатысты. Барлық тұлғаларға нақты мерзімге 3 жылдан 6 жыл 8 айға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Бұл ретте 7 адам 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Қаржы пирамидаларының қызметін ұйымдастырған үшін бірқатар тұлғалар сотталды. Атап айтқанда Нұр-Сұлтан қаласындағы Астана Раушан касса айналымы, Алматыда B2B ювелир және тұңғыш халық бағдарламасы. Шығыс Қазақстан облысында Денежный поток, Батыс Қазақстан облысында Лидер, Ақтөбе облысында Unique Finance, Түркістан облысында Асыл Инвест. Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарды аса сақ болуға және оларды қаржылық пирамидаларға тартатын алаяқтардың айла амалына түспеуге шақырады.